Шығыс Қазақстан облысына Қытайдың ірі корпорациялары инвестиция салуға ниет танытып отыр. Олар тау-кен, су жылыту электр орталығы және ауыл шаруашылығы саласындағы жобаларды қаржыландырмақ. Бұл туралы Өскеменде өтіп жатқан инвестициялық форумда Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясының іскер тобы өкілдері мәлімдеді. Олар облыс аумағында жиын саны 30-ға жуық жобаны жүзеге асыруды көздеп отыр. Қазір Қытай капиталының қатысуымен Үржар және Ұлан аудандарында құс етін өңдейтін, ал Көкпектеде балық зауытының құрылысы басталды. Жалпы аймақта екі ел кәсіпкерлерінің 50-ге тарта бірлескен кәсіпорны жұмыс істеп тұр. Біз тек ауыл шаруашылығы саласы ғана емес, өндіріске де инвестиция саламыз. Мыс қорыту және цемент зауытының құрылысын бастаймыз. Мамыр айында Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясының басшысы келгенде нақты келісімдерге қол қойылмақ. Әр жобаның өзінің біздің облыстың экономикасының жақсы қарқынды дамуына өзінің әсері болады. Ал енді қайсына олар ден қойып кіріседі, қайсына әзірше кіріспейтін туралы біз енді тек қана осы оны уақыт көрсетеді. Бірақ біз оған қарамай жұмыс жасай беруіміз керек, қызығушылық бар.